Бокс әлемінің қарашайындағы басты оқиғасы аты аңызға айналған Майк Тайсон мен блогер Джейк Пол арасындағы жекпе-жек болды. Бұл жекпе-жекте чемпиондық титул сарапқа салынбаса да көпшіліктің назарын аударды. Пол төрешілер шешімімен жеңіске жетті. Алайда желі қолданушыларының кейбірі бұл жекпе-жекті ойластырылған қойылым және керісілген жекпе-жек деп санайды. Бұл тақырыпты алдағы бейнероликте талқылаймыз. Сондықтан арнаға жазылып, лайк басып, келесі видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Майк Тайсон әлемдегі кәсіпқой бокстың аңызы және бұл спорттағы қауіпті боксшылардың бірі. Ауыр салмақтағы абсолютті әлем чемпионы, тарихтағы ең мықты нокаутер. Жедел нокауттардың ең көп саны бойынша Гиннестің рекордтар кітабына енген. Бұның барлығы Майктың жетістігі. Сонымен қатар оның жағымсыз тұстары да бар. Мәселен, ол 3 рет сотталды. Атап айтқанда, адам зорлау, адамдарды ұру және есірткі қолданып көлік жүргізу фактілері бойынша. Сондай-ақ Эвандер Холлифилдтың құлағын тістеп алуы да Майк Тайсонның атымен байланысты. Қазіргі таңда Тимур атымен танылған Майк 58 жаста және 2005 жылы спорттық мансабын ресми түрде аяқтаған. Тайсон зейнетке шыққаннан кейін тыныш өмір сүріп, кейде Хаспикпен кездескенде ыңғайсыз жағдайларға тап болып жүрді. Алайда 2024 жылы ол рингке қысқа уақытқа қайта оралды. Бәрін бастаған блогер Джейк Пол, америкалық бұл жігіт YouTube платформасында танымал болып, әлемдегі ең көп қаралым жинаған ютуберлердің бірі ретінде танылды. Кейін ол бокспен шындап айналыса бастады. Оның қарсыластары блогерлерден бастап, UFC-дің бұрынғы спортшылары мен кәсіпқой боксшыларға дейін болды. Тайсонмен жекпе-жекке дейін Пол 12 кездесудің 11-інде жеңіске жетіп, жалғыз жеңілісті Тайсон Фьюридің бауыры Томмиден тапты. Осыдан кейін блогер батылдық танытып, өзінен 30 жас үлкен Майк Тайсонды жекпе-жекке шақырды. Жекпе-жек жазда өтуі керек еді, бірақ Тимур Майктың денсаулығына байланысты бұл кеш үнемі кейінге шегеріліп отырды. Ол асқазан жарасымен ауыратын еді. Қараша айында жекпе-жек ақыры өтті. Жеңіске жеткен Пол бұл жекпе-жектен $40 миллион тапса, Тайсон $20 миллион алды. Сонымен қатар, боксшылар трансляция мен жарнамадан түскен табыстарды да бөлісті. Дегенмен жекпе-жектің нәтижесі жанкүйерлерді әлі күнге дейін мазалауда. Көпшілігі бұл жекпе-жек қойылым деп ойлайды. Бұл туралы тек жанкүйерлер ғана емес, басқа да танымал тұлғалар пікір білдіруде. Мысалы, әйгілі бапкер Тедди Атлас бұл туралы келісілген жекпе-жек дегенді меңзеді. Ал бұрынғы британдық боксшы Карл Фроч жекпе-жектің нәтижесі келісім шартта алдын ала жазылған деп ашығын айтты. Әлеуметтік желідегі жанкүйерлердің пікірлері де эмоцияға толы болды. Мәселен, бұл жекпе-жек 100% келісілген. Олардың жаттығуларын салыстырып көріңіз. Мен сенімдімін, олар Майкты сатып алды. Бұл ой тек менде ғана пайда болмағанына қуаныштымын. Мүмкін Майкке жай ғана ақша керек болған шығар. Неге Тайсон соншалықты баяу қозғалды? Жекпе-жек алдында ол нағыз жыртқыш секілді жаттыққан еді. Кейбір қолданушылары пікірлерін әзілмен жеткізді. Майк сценарийді ұмытып қалған сияқты, ал Пол оған досым, келісімді ұстан деп сыбырлады. Басқалары көңілдері толмайтындығын жеткізді. Бұл жігіт Майкты жеңе алмайтынын біледі. Бұл тағы бір келісілген жекпе-жек болды. Бұл Тайсон үшін масқара, ал өзінің жекпе-жегінің бар болғаны $20 миллионға сатты. Бұл Макгрегор мен Майуэзердің жекпе-жегіндей цирк болды. Білесіз бе, маған ең ұнаған нәрсе не болды? Джейктің жеңгенін хабарлағанда, залда отырғандар өте салқын шапалақтады. Жекпе-жектің келісілгенін қолдайтындар бұл пікірлерін растау үшін жасырын белгілерді іздей бастады. Нәтижесінде көрермендер Тайсонның кейде қолғаптарын тістейтінін байқады. Эвандер Холлифилд бұл жағдайды одан әрі өршіте түсті. Егер Майк қолғаптарын тістесе, бұл оның жүйкесі сыр беріп тұрғанын білдіреді. Ол болып жатқан нәрселерді түсінбей жатыр, деді ол. Қалай болғанда да жекпе-жектің алдын ала келісілген сценарий бойынша өткені туралы нақты дәлелдер жоқ. Иә, Тимур Майк бұрынғы формасынан әлсіз секілді көрінді. Тіпті көптеген пікірлерде Джейк Полға қорғанудың да қажеті болмағаны жазылды. Бұл кешті келісілген деп айыптау үшін мүмкін тұшымды дәлелдер керек шығар. Шынына келгенде, бұл жекпе-жектің басты оқиғасы афиша мен Майк Тайсонның қатысуы болды. Ал бокстың өзі екінші орынға қойылған. Ал Джейк Полға келетін болсақ, бұл жерде артық сөздің керегі жоқ.
Жай ғана YouTube'дегі тағы бір пікірді келтірсек жеткілікті. Егер оның қарсыласы Мұхаммед Әли болса, Джейк келесі жекпе-жекте міндетті түрде жеңіске жетеді. Видео ұнаған болса лайк басып, арнамызға жазылып келесі видеоларда жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыз.